Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен йогуртовый торт және де творожный пирогтардың астына жасалынатын кішкентай корждың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол ешқандай пропитканы қажет етпейді. Ол өзімен өте дәмді, өте жұмсақ болып пісетін корждың түрі. Менімен бірге видеоны соңына дейін бірге болыңыздар. Бисквитімізге керегі жұмыртқа, ұн, қант. Жұмыртқамызды екіге бөліп аламыз. Енді ақуызымызды миксердің көмегімен араластырамыз. Біздің ыдысымыз өте құрғақ әрі таза болу керек. Осыны араластырып отырып, қантымызды саламыз. Енді осының үстіне араластырып отырып, бір-бір жұмыртқадан салатын боламыз. Енді осыған ұнымызды бірден салмай, елегіштен өткізіп отырып, аздан салып отырамыз. Мінекей біздің бисквитный тестамыз дайын болды. Осындай консистенцияда болып шығу қажет. Енді осыны формамызға құямыз. Формамызға алдын ала пергамент қағазын төсейміз және жан жағын сұйық маймен майлаймыз. Енді осыны қыздырылған 180 градуста пешке 18-20 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін қадағалап тұрамыз. Мінекей менікі 18 минутта пісіп шықты. Бұны енді суытатын боламыз. Мінекей біздің коржымыз дайын болды. Бұл корж ешқандай пропитканы қажет етпейді. Ол өзімен өте дымқыл, өте дәмді болып шығады. Және де бұл коржбен йогуртовый торт, творожный пирог және желеден неше түрлі торттар жасауға болады. Мінекей, менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады.